Құрметті менің гүлсегіш достарым, сіздерге мынау 17 февральда түсіріп көрсеткен глоксиния гүлдерімді көрсеткім келіп отыр. Міне қазір бүгін айдың соңы, февральдың бүгін 29-ы. Міне қазір өткендегі ұйқыдан тұрып атқан менің былтырғы жас молодой глоксиниямның клубнилары міне 17 февральда көрсеттім, ұйқыдан тұрып атыр деп. Мына соны бір апта тепличканың астына ұстап жарық жерге қойдым. Міне қазір бұлар 12 күнде осындай болып тұр. Бірақ таза сумен суғарып, міне енді удобрениесін береміз. Так, маған мынандай етіп жолдасым тағы да жасап берді. Міне мынандай свет, қызыл, көк, сосын қасында ақ жаңағыдай лампысы бар. Соны жасап берді. Мына қызыл, көк светте гүлдің күннен алатын энергиясының осы светте бәрі бар дейді. Жақсы өзіне жаңағы энергияны алады, күннен алатында осы светтен де ала алады деп жазылған. Сол үшін біз осы қызыл көк светті осы жерге іліп енді условие жасап жатырмыз да. Мына гүлге глоксиния гүлі үшеуі, қазір қалғанын көрсетем, 12 күнде олар қандай болды екен. Міне 12 күнде қалған үшеуі, алтау деп айттым ғой. Міне мынау көрінбей тұрған көрініп жатыр. Так, мынау мынандай болды. Бесіншісі, так, сосын бұл жерде кішкентай горшоктегім бар. Міне кішкентай горшокте дым жоқ болып тұрды ғой. 12 күнде міне қазір мынандай болып шықты. Бұлар тепличканың астында отыр қазір. Енді тепличкаларын бұнда 1-2 аптадан кейін, может, марттың бастарында где-то шешетін болармын, тепличкасын алып. Сол кезде көрсететін болам. Мынау қазір 12 күннен кейін менің глоксинияларым алтауы да оянды, осындай болып тұр. Міне қараңыздар, қазір осындай күйге жетіп тұр. Бұл глоксиния қазір жақсы болып өсіп келе жатыр. Жалпы глоксинияның жапырақтары осылай орналасу керек. Арасындағы мына сабағы өсіп кетіп, биіктеп кетсе, онда жаңағыдай күн іздеп бойларын көтеріп өсіп кетеді ғой. Енді мынау қазір жапырақтары бірінің үстіне бірін шығып, осылай шығу керек жалпыда. Егер жаңағыдай ағашы ұзарып созылып кетсе, онда олар бір нәрсе жетпейді, күн жетпейді, жарық жетпейді, жарық аз, сондай болады. Жалпыда осылай өсу керек. Енді арғарай наблюдать етіп қараймыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Сұрақтарыңызға, лайктеріңізге шамам келгенше жауап беріп жатырмын. Сау, саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Аман болайық.